сөзде ұят жоқ. Неге бір кісінің желі иісі жоқ, даусы да шықпайды, ал бір кісінің желі болатын болса, масқара, ішінде ит өлген ба, әлде мысық өлген ба деп ұшынып жататынбыз. Оның барлығы, яғни іштегі газ шығуынан болады, яғни іштегі желдену, іштің кебуі, метеоризм деп атаймыз. Бүгінгі видеода сол сіз білмейтін іштегі газдың қаншалықты зиян екенін талқылайтын боламыз, және де оның қалай құтылу керектігін үйрететін боламыз, жаттығумен әрине де. Сол себепті видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, лайк басып, каналымызға тіркеліп өтіңіздер, ары қарай өте қызықты жаттығулар сізді күтіп отыр. Іштің кебуі, метеоризм, газ жиналу деген мәселелер 5 фактордан пайда болатын болады. Сол факторларды біртіндеп қазір айтып шығатын боламыз. Бірінші себебі тамақты дұрыс шайнамау. Яғни өзіңіз білесіз, тамақты біздер енді 32 тісіміз болса да 32 рет шайнау керектігін біле тұра біз шайнамаймыз, Сол себепті егер қарныңыз аш болып тәтті тағамды жейтін болсаңыз, не істейміз? Оны шайнамай жұта береміз. Бір-екі шайнаймыз, содан жұтып береміз. Шайнаймыз, жұтып береміз. Содан ең главный мәселе дұрыс шайнамай жегендіктен болады, Не үшін олай болады? Сіздің асқазаныңызда басқа жерде, ауыздан басқа еш жерде тіс жоқ. Сол себепті қорытудан алдын асты шайнап жеген кезде сіз өзіңіздің асқазаныңызды сол асты қорытуға дайындайсыз. Егер сол түскен ас мына жақтан өтіп, асқазанға барған кезде мынау жартылай шикі, жартылай былай түсетін болса, ол жерде не болады? Яғни айну болады, Ішіңіздегі тамақ айнып ашық бітеді. Сол ашыған кезде газ пайда болады, Екінші себеп дұрыс тамақтанбау. Оны дұрыс тамақтанбау деген кезде ол жерде біз күн таң атқаннан кеш батқанға дейін әртүрлі нәрселерді араластырып жейміз, фастфуд дейміз. Бірде анда барамыз, бірде анау роллтон немесе доширак ішеміз, әртүрлі. Соның барлығы дұрыс тамақ емес. Неге? Оның барлығын жесе болады. Просто ол мәселе жеген тамақты көбінесе жеміс-жидекпен, көкөніспен араластырған жөн. Сонда сіз шайнайсыз, дұрыс енді толықтай шайнамасаңыз да, хотя бы жартылай шайнаған тағдырда сол жеміс-жидектер сізге көмекке келетін болады. Өйткені жеміс-жидектің құрамындағы витаминдер асқазанды не істейді? Қорытып сөл бөледі, яғни былай айтқанда. Сол үшін егер асқазаныңызға көмектесейін десеңіз, любой тағамға, тем более енді қазір жаздың күні ғой, жеміс-жидек және де көкөністерді көбірек қосқаныңыз дұрыс болады, ағайын. Үшінші себеп асқазандағы ферменттердің белсенділігі өте төмен. Қазақша айтып, жалпақ тілмен түсіндіріп айтып кетейін. Ол дегеніміз ұзақ мерзім бойы мұздай су ішкеннен немесе газировка ішкеннен болып табылады, Өздеріңіз білетіндей, қазір жаздың күні, тем более адам шай ішпейді ғой, тамақта той баласын артынан тек мұздай су ішуі мүмкін, немесе бір спрайт па бірдеңе ішуі мүмкін ғой, энергетический напитоктер мысалы үшін. Солардың кесірінен сразу асқазанға жел басады, газ басады. Сол газ денеңізге бұлай тарап, прямой аузыңыздан шығады, немесе астыңғы жақтан шығады, Не үшін фастфудтарда мынау донер, немесе шаурма дейміз, немесе гамбургер дейміз, сізге бірінші ұсынатын нәрсе не береді? Яғни газды сусын береді, Кола болсын, басқа да бір напиток болсын. Не үшін? Сіздің өзіңіздің тойғаныңызды білмеген үшін, білмеу үшін. Оны фастфудты жейміз, артынан кола ішіп жүрміз, тоймадым ғой мен дейсіз. Қайта жейсіз. Одан кейін қайта жейсіз. Тойғаныңызды білмейсіз. Сол арқылы чрезмерный көбірек, самадан көп тамақ жеп қойғандықтан іште өте қатты жел пайда болатын болады. Төртінші себеп ол стресс, ағайын. Стресс. Енді естіп жатқан боларсыз, барлық аурудың атасы стресс деп жатады.
бас ауру болсын, немесе де асқазан, жүрек, қан тамырлары дейміз, бүкіл мынау нервный клетка, барлық нервный системамыздың барлығын бұзатын стресс болып табылады, иә. Яғни күйзеліс, қазақша айтқан кезде. Енді ол стресс қайдан, қашан пайда болатынын өзіңіздің жағдайыңызға байланысты, немесе өмірге байланысты болады. Бірақ сонда да сол стресстен көбінесе газообразование, яғни метеоризм пайда болады. Не үшін стресстен қалайша газ пайда болуы мүмкін, иә? Адамның іші қалай кебеді стресстен? Неге десеңіз, сіздің организміңіздағы тіктейтін клеткалар болады. Сол әр стресс алған сайын организміңізді тіктейтін клеткалар өле береді. Өле берген сайын ол қайта тірелмейді. Есіңізде болады, клеткалар оянбайды, өлімде қайта тірілмейді деп жатады, мысалға. Жоқ. Иә, дұрыс, ол именно центральная нервная системаның клеткалары ғана қайтадан басқа клеткалар, бірақ именно стресс кезінде сіздің организміңізді өңдейтін клеткалар қайта тірілмейді, олар өле бастайды. Яғни газ пайда болу, іштегі жел, газ метеоризм дейміз, осы іштегі қатты жел пайда болу неге зиян? Бірінші ол жүрекке зиян. Ишемичный инфаркт дейміз, инсульт, инфаркт миокарда дейміз. Басқа да бір мидың аурулары, мысалы үшін, барлық соның атасы стресс болып табылады. Стресстен келіп туатын іште желдену, газообразование, яғни газ пайда болуы және метеоризм деп атаған от сол жүрек қан тамырлардың ең басты жауы болып табылады, ағайын. Бесінші себеп ол диафрагма. Диафрагманы өзіңіз егер білетін болсаңыз, диафрагма мына жақтан төмен қарай, яғни көкіректен төмен қарай бөліп тұратын нәрсе, жүректі, жүрек қан тамыры, өкпені барлығын ішкі органдардан бөліп тұрады. Ол именно не үшін диафрагма бұзылған кезде, яғни өзіңіз білесіз, асқазаннан кейін, яғни 12 елі ішек дейміз, яғни 12-перстная кишка дейміз, асқазандағы қорытылмаған заттар қайда барады? Сол 12 елі ішекке барады. Асқазаннан қорытылмай барған, именно 12 елі ішекке баратын болса, 12 елі ішектің күші жетпейді асты қорытуға. Ешқашан күш жетпейді. Сол үшін не болады? Ол жерде мусор болып жиналады. Мусор болып жиналғаннан кейін не дейді? Тамақ аши бастайды. Яғни асыңыз асқазанда ашып, айнып, тура виноны ашытқан сияқты ашытып, газ пайда болады. Полный газ. Ішіңіздің барлығы толы газға айналады. Сол үшін диафрагма именно 12 елі ішекті былай іліп тұратын ілгіш. Сол ілгіш бұзылатын болса, 12 елі ішек не істейді? Төмен түседі, төмен түсіп кетеді. Анау онсыз да тамақты дұрыс қорыта алмай жатқан сол 12 елі ішек одан сайын бұзылады. Ал газдың пайда болғанын сол кезде көкесін көресіз, ағайын. Ал енді осы метеоризмді, яғни іштің желденуін қалай тоқтатсақ болады, немесе хотя бы кішкене болсын емі бар ма? Әрине, сіздер барасыздар, сразу барып аптекаға барып дәрі аласыздар, немесе басқа да метеоризм жоятын дәрі аласыздар. Бірақ мен әрбір видеода айтамын, сол аптеканың дәрілерінің барлығы емдемейді, тек қана симптоматикалар белгілерін ғана жояды деп айтамын, яғни тек қана симптомдарын ғана жойып қояды. Ал ең басты мәселе, соны біз бүгін қазір үй жағдайында қалай емдеу керектігін сіздерге көрсететін боламыз. Екі жаттығудан тұрады. Бірінші жаттығу, мына қараңыздар. Мынау екі саусақ, мысалға. Мына жерден былай көрсетейін. Мына саусақты кіндікке қоясыз. Кіндіктің ортасына қоясыз, просто ақырын қоясыз. И мына саусақты мына жамбас жақтағы сүйекке қоясыз. Яғни мынаны кіндікке, мынаны жамбастың сүйегіне бүйтіп қоясыз. Соның ортасын аласыз. Мына жерде ортасында точканы аласыз. Саусақты былай істеп, дәл осылай көрініп тұрған болса, сол міне точка болатын болса, міне былайнан бұрайсыз. Яғни 20 секунд артқа, 20 секунд алға. 20 секунд артқа, 20 секунд алға. Былай бұрау керек. Міне былайнан бұрайсыз. Осылай былай көрініп тұр ғой, дәл осылай бұрау керек болады. 20 секунд артқа, алға, и артқа торысама 20 секунд осылай. Екінші жаттығу,
Ол баяғыда естеріңізде болса, апалар, әжелер айтып жататын, ішің дем болса, ішің ауырса, ішіңді уқалай бер, сонда іштің ауырғаны қояды дейді. Ол рас нәрсе. Енді баяғылар көпті көрген ғой негізі. Сол үшін біздің ішегіміз қалай айналады? Сағат тілімен. Яғни по часовой стрелке дейміз. Сол себепті асқазан мына ішек ішті. По часовой стрелке сағат тілі бойынша былайынан уқалаймыз. Ақырын уқалаймыз. 5 минут уқалаймыз. 5 минут. Ішті басып, былайынан уқалаймыз. Артқа басудың қажет жоқ, тек қана алға. Тек қана алға. Осы жаттығуларды сіз 3 күн бойы жасайтын болсаңыз, метеоризмді айына бір келер, немесе 2-3 айда бір келер, бірақ күніге емес. Сіз қаншалық дұрыс тамақтанбасаңыз да, енді әртүрлі жағдай болады, енді әркімнің жағдайы әртүрлі. Бірақ тез ішіңіз демденіп, тез жиналатын болса газ, сол кезде осы жаттығуларды дереу істеуіңіз керек. Сразу сол жерде істесеңіздер, өте жақсы эффекті болады ағайын. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі сізге үйреткен жаттығулар өте ұнады деген ойдамыз. Алдағы уақытта көретін көп қызықтар бар, көп жаттығулар болады. Біздің каналымызға тіркеліп, және де лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған доктор Шырхан Тебет каналында көріскенше күн жақсы ағайын.